Сәлем достар, осындай әдемі бантиктің жасалу жолын сіздермен бөлісетін боламын. Арнама тіркеліп қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бантигіміздің астыңғы бөлігін дайындап аламыз. Фетр матамыздан осындай дөңгелек пішін жасап аламыз. Және ортасынан бүктеп, видеодағыдай қиямыз. Енді бізге кез келген осындай жіңішке лента қажет болады. Шамамен 3 сантиметрлі қиып аламыз. Енді ыстық клейдің көмегі арқылы лентамызды осы фетр матамызға жабыстырамыз. Міне біздің бантигіміздің астыңғы бөлігі дайын. 4 сантиметрлік ақ лента қажет. Осы ақ лентамыздан 14 сантиметрлік етіп 17 штук қиып аламыз. Бұл 17 штук біздің бір бантигімізге жетеді. Енді қиылған лентамызды алып, видеодағыдай дәл ортасынан бүктеп шығамыз. Және қайтадан көлденең бүктеп, видеодағыдай клеймен жабыстырып шығамыз. Міне осылай барлық лентамызды бүктеп шығамыз. Енді бантигімізді тігіп бастаймыз. Астыңғы бөлігіне осындай лентамыздан 8 штугі қажет болады. Міне біз астыңғы бөлігіндегі ленталарды барлығын тігіп шықтық. Енді жақсылап жібімізді түйіндеп қиып тастаймыз. Енді ортаңғы бөлікті тігіп шығамыз. Ол үшін бастапқыдай ленталарымызды тағы да ине жіптің көмегі арқылы тігеміз. Бұл жерде 6 дана қажет болады. Енді үстіңгі соңғы бөлікті тігеміз. Бұл жерге лентамыздың 3 бөлігі қажет. Бұны да жаңағы әдіспен тігіп шығамыз.
Енді жақсылап түйіндеп, барлық бөліктерін бір-бірімен байланыстырып тігеміз. Дайындап алған резинкамызды ыстық клейдің көмегі арқылы бантигімізге жабыстырамыз. Клейіміз кепкенше жақсылап ұстап тұрамыз. Сол кезде бантиктің де сапасы жақсы болып шығады. Енді бантигіміздің гүлдерін жақсылап ашып алып, жарты моншақтарымызды осы бантигімізге жабыстыратын боламыз. Міне біздің моншақтарымыздың барлығын жабыстырып, гүлдерін жақсылап ашып алдым. Бантикті кез келген түстен және 4-тік 5-тік ленталардан жасауға болады. Міне менің бантиктерім дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийге қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын.